Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің азаматтық бастамаларды қолдау орталығы гранты аясында жүргізіліп жатқан татулық KZ тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және профилактикасын медиа ілгерілету жобасы аясындағы ер болу жауапкершілік хабарын жүргізгелі отырмыз. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Алданыш Нұрахметұлы Нұрпейісов мырза. Қош келдіңіз, Алдеке. Біздің студиямызға бізге шақыруымызды қабыл алып, уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Нұрпейісов Алданыш Нұрахметұлы Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының тумасы. Қазіргі Әл-Фараби атындағы, бұрынғы Киров атындағы мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Бүкіл саналы ғұмырын өз өңірінде мектеп мұғалімі, яғни қазақ тіл және әдебиет пәнінің мұғалімі қызметін атқарған. 42 жыл бойы сол бір білім беру ордасында, сол мектепте мектеп директоры, директордың оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасар қызметтерін атқарған екен. Яғни біздің бүгінгі қонағымыз майталман ұстаз, ел құрметіне бөленген, көптеген мыңдаған шәкірттерге тәлім тәрбие берген құрметті ұстаз. Өзіңізге тағы да алғысымызды білдіреміз. Осындай өмір жолыңыз жастарға, бүгінгі біздің көрермендерімізге үлгі өнеге деп есептейміз. Алданыш Нұрахметұлының тағы бір ерекшелігі, бұл кісі жай ғана күнделікті сабағын берумен емес, жазушылық өзінің дарыны ашылып, осы ұстаздық қызмет ете жүріп, басқа да көптеген мақалалармен қатар болмысты баптау, абай іліміне саяхат деген жақсы бір еңбек жазған екен. Бұл еңбекті біз танысып қараған кезде, жалпы абайдың толық адамның мән мағынасын ашу, ол екінің бірінің қолынан келетін дүние емес, соған талпыныс жасаудың өзі. Өздеріңіз білесіздер, абай әлемі, абай дүниесі, ол түпсіз терең тұңғиық теңіз, дария, мұхит деп айтуға болады. Абай әлеміне құлаш сермеген біздің ғұлама ғалымдарымыз, жазушыларымыз көп. Ал енді ұстаз деңгейінде жүре отырып, осы абай ілімін, оның ішіндегі абайдың толық адамын өзіміздің мынау шәкірт болып отқан жастарымызға ұғындыру, түсіндіру, санасына орнықтыру, сол арқылы дүние танымын қалыптастыруға өзіндік үлес қосқан азамат екен. Енді Алданыш Нұрахметұлы, қысқаша өзіңіз туралы айтып жіберсеңіз осы хабардың басында. Рахмат. Мен Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Дәуқар ауылының дағы Дәуқар орта мектебінде 42 жыл ұстаздық жұмыс істедім. Бір мектепте оқып шықтым. Қазақтың мемлекеттік университетін бітірген болатын, Киров атындағы филология факультетін. Содан бері бір мектепте үлкен жауапкершілікпенен бала тәрбиесімен айналыстық, білім беру бәсімен айналыстық. Сөйтіп бүкіл өмірімді сол бала тәрбиесіне арнадым деуге болады. Жақсы, енді өзіңіз өте сонша еңбегіңізді 2 ауызбен ғана айтып жеткізіп отырсыз. Шын мәнінде біздің республикамыздың өңірлерінде осындай таза, әділ, адал өзінің ұстаздық еңбегіне беріліп, қарапайым ғана ұстаздық еңбегін атқарған әрине тұлғаларымыз көп. Енді бүгін сіздің осы ер болу жауапкершілік деген тақырыпты ойлаған кезде сізді арнайы шақырдық. Себебі өзіңіздің болмысты баптау еңбегіңізде, менің түсінігімде, жалпы азаматтарды, өзіміздің қазіргі өсіп жатқан өскелең ұрпақты баптау жолдарын сипаттап айтқан екенсіз. Соның ішінде баптаудың жолы есебінде сол абай атамыздың айтып кеткен ақыл қайрақ жүретті бірдей ұстайтын толық адамды үлгі ете отырып жазған сияқты. Соның ішінде қарап отырсақ, мынау кітаптың мазмұнында абай армандаған жақсы адам деген сол тақырыптан басталады екен. Енді жақсы адам деп отырғанымыз кім?
жаңа айтып отқан жауапкершілігі қалыптасқан адам деп отқанымыз кім? Ал енді жақсы адам болу үшін жауапкершілігі мол, халыққа жан-жағына пайдасын әкелдіретін адам болу үшін, тұлға болу үшін қандай жолдары бар? Оның ішінде Алдеке өзіңіз ең бірінші білім мен ғылым қуу қажет деп айтыпсыз, солай ғой енді. Және білімді игерудің бірнеше шартына тоқталып, соның біріншісі көкірегі байлаулы, берік болмақ деген сөз. Яғни осы сөздің мән мағынасы туралы айтыңызшы. Өмір бойы мынау балаларменен тәрбие жұмысымен айналысқаннан кейін бір байқағаным, ең бірінші және де ұлы тұлғаларымыздың өмір жолына көз жүгіртіп өтсек, барлығы өз-өзі баптаған, өз-өзі тәрбиелегенін байқаймыз. Өзі сондықтан да ең бірінші адам баласына керегі, Абай атамыздың айтқанындай, ең бірінші адам баласы өзі баптай білу керек. Өте жоқ. Сондықтан Абай атамыз айтқаны, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда боласың елден ерек деп. Оның ішінде ер болу, ер баланың тәрбиесі өте маңызды. Сондықтан ер бала ең бірінші бала кішкентай көзінен білім алу керек. Білімді ең бірінші дүниені танудың бірден бір жолы білім алу. Білім алу үшін адам өзінің білім алуға деген құлшынысы болу керек. Құлшынысы болып ниетті жатса, сол білімді жақсы меңгере алады да. Егер шала білім не болмаса, әке шешесінің қалауымен ғана мектепке баратын болса, ол білімді шала алып шығады. Шала білімді, шала маман болып шығады. Сондықтан ең бірінші қажетті адамға өзінің білімге өз еркімен ұмтылуы. Осы жерде әрине мектептің жауапкершілігі үлкен, мектеп соны ұйымдастыруы, білуі керек, ұстаздардың жауапкершілігі одан да үлкен. Осы баланы тартып дүниеге, білімге қызықтыра білу керек. Бірақ соның өзінде де бәрібір бала өзі ұмтылып оқимын деп барса, жақсы білім алып шығады. Міне осыдан басталады деп ойлаймын. Содан былай байқағанымыз, тағы бір нәрсені байқағанымыз, мынау жүйріктерді бәйгеге баптайды. Ол баптаудың жолын білу керек. Сол сияқты адам баласы да өзін баптаудың жолын білу керек. Ең бірінші адамға, Абай атамыз айтты ғой, ең бірінші адам баласына қайрат керек. Қайрат дегеніміздің өзін былай талдай бастасақ, қайраттың өзі адамның күш қуат бірінші керек. Ал қуат тамақтанудан келеді, тамақ. Сондықтан қалай тамақтанса, сосын күш спортпен шұғылдануынан, қимылдауынан келеді. Егер осы екеуіне жауапкершілікпен қарайтын болса, адамның денсаулығы шығылады. Денсаулығы бар адам, әрине дүниенің барлық дүниесіне де қиындықтарға да бір төтеп бере алады. Соған сияқты қайраттың тағы бір несі бар, талап. Абай атамыз талаптың 6 түрін атап өткен. Осы 6 түр адамда болу керек, осы ұмтылу керек 6 түріне. Сондықтан осындай адамның күш қуаты, қайраты, талабы болатын болса, адамның қайраты жақсы болады. Өмірдегі өзінің армандағанына, ойлаған ойын бәрін жүзеге асыруға ең бірінші қажет осы қайратын баптау керек деп есептеймін. Сол қайратты адам өзіне жүктелген міндетті де алып шыға алады. Ер адам бола алады, батыр бола алады, қазіргі өзіне қажетті білімді меңгере алады, сол арқылы жақсы маман болады. Сол маман болу арқылы дүниедегі өзінің арманын, ниетін, мақсатын жүзеге асыра алады деп ойлаймын. Өте жақсы. Алдеке, шынында да қазіргі жастарымыздың енді керемет қасиеттері көп қой, бірақ осы жастарымызда бір табандылық деген нәрсе көбіне жетпей қалып жататын сияқты. Бір нәрсенің басын бастап, аяғына дейін жеткізе алмай, орта жолда басқа бір мақсаттарға ауысып кететін, немесе тезірек шаршап қалатын. Осы тұрғыдан жаңа айтып отқаныңыз талапшылдық, оның ішінде намыс деген де сөз бар ғой. Намысқа тырысу,
сол өзінің деген діттеген қойған мақсатына жету бір беткейлік деген сөз бар қазақта, иә. Сондықтан сіз айтып отырған шынында да мынау күш қайрат, жігер, намыс, жаңа айтып отқан талап барлығы бірге келе, сол біздің адамдардың, жастардың белгілі бір пайдалы қызмет атқаруға жарамды болуына, солай ғой. Яғни енді адамдар көп қой, бірақ соның ішінде халыққа, елдің игілігіне қызмет атқаратын, соған пайдасын келтіретін, яғни тек қана өзі үшін емес, жан жағында қоғамға қызмет атқара алатын, әлгі Байтұрсынов атамыз айтқандай, халыққа, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген сөзге келіп тоқтаймыз ғой, солай ғой енді. Мінез болу үшін, мінез деп отырғанымыз жаңағы күш қайрат, намыс. Сондықтан осы тұрғыдан сіздің ойыңыз өте маңызды, рахмет айтқаныңызға. Енді сол білімді игерудің шарттарының ішінде сіз ғибратлану деген мәселені тоқтапсыз. Яғни ғибратлану деп отырғанымыз не ол? Әрине бір нәрседе адам баласы оқыған нәрселерінен, білген нәрселерінен соны өзіне кәдімгідей үлгі тұтып, бұлай үлгі тұтып өнеге алу керек. Абай атамыз да айтқан соны. Сондықтан егер білген нәрсеңді пір тұтпасаң, ол білім емес, ол пайдасы жоқ. Осы жерде бір нәрсенің басын аша кетуіміз керек. Көп нәрседе ғылым деген нәрсені біз басқаша түсініп жүрген сияқтымыз. Өйткені ғалымдардың ғасырлар бойы іздеп, тауып, атқан түйіндерін адам баласы өзінің өміріне қолдана білсе, міне сол ғылымның қуғаны болып есептеледі деп ойлаймын. Сол ғылыми тұжырымдарды өзінің өмірімізге енгізе алсақ, міне сол біз кәдімгідей ғибратланғанбыз болады. Адам одан үлгі өнеге алады, кәдімгідей дәл сондай болуға тырысады. Сондықтан ғибратлану өте маңызды. Білім алу процесінде адамға біз оқыған, білген нәрселерімізді өзімізге, бойымызға тарта білуіміз керек. Вот міне осы егер тарта алсақ, сол ғибратланғанымыз болады. Түсіне алсақ. Яғни бұны білім әсіресе қазіргі қоғамда ақпарат өте көп қой. Ақпарат тасқынның арасында отырмыз. Ал енді соның ішінен пайдалы білімді, құнды білімді алып таңдай білу, және содан өзіне бір ғибрат ала білу, үлгі ала білу, содан өзіне бір өнеге, яғни пайдалы ішінен сол жаңа өзі айтқандай шынайы ғылым, шын білім, пайдалы білімді іріктеп ала білу, және соны қолдана білу деп отырсыз ғой. Осы тұрғыдан шынында да мынау оқу бар, оқудан бір көңілге тоқу бар ғой. Абай атамыздың айтқан өзі келі балалар оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық деп айтқан. Яғни бұл жерде ықылас туралы жаңа өзіңіз айттыңыз. Ықылас болмаса, ынта болмаса, біз оны көңілге тоқи алмаймыз, солай ғой. Ал енді көңілге тоқу деген, оқу мен тоқудың айырмашылығы қалай Алдеке? Тоқу деген, мысалы, оқу дегеніміз ақпараттарды оқып аламыз, оқимыз, біліп жатырмыз. Бірақ тоқу дегеніміз осыны түсіну. Егер біз соны түсіне алсақ, мәнін, мағынасын түсіне алсақ, оның қажеттілігін түсіне алсақ, сонда біз оны кішкене тоқығанымыз болып қалады. Мысалы, біз әдебиеттерді оқимыз. Әдебиеттерде адамның бейнесі шығады. Сол бейнесін түсіне алсақ, біз мысалы міне Шәкәрімнің еңгілік кебегін оқысақ, еңгілік пен кебектің екеуінің жан дүниесіне қалсақ, олар не себептен бір-біріне жақсы көргенін, не себептен күрескенін алатын болсақ, түсіне алатын болсақ, мән мағынасын терең бойлай алсақ, біз оны ұғынғанымыз, тоқығанымыз бойымызға. Біз сонда аз да болса махаббаттың не екенін білетін болады бала. Және қазақы махаббаттың білетін болады. Әр үшін бір-бірі үшін құрбан болуға дайын тұрған сезімді оқып, оны түсіне алсақ, біз соны тоқығанымыз болады. Кез келген дүниенің
кейбір балалар мысалы міне жүреді, машина бар. Қарапайым дүние машинаның жақсы көреді, машинаның модельдерін бәрін жақсы білуі, бірақ оның қалай жүретін механизмін білу керек нақты. Егер соны түсіне алатын болса, ұға алатын болса, ол қалған дүниесін де біледі. Егер машина қалай ішке жану двигатель дейді ғой, соны егер осының жану механизмін, құрылысын жақсы түсінетін болса, қалған нәрселерінде түсіну баламға қиын болмайды. Сондықтан жақсы маман өзінің оқыған нәрсесін өте жақсы түсінген адам. Әсіресе мысалы міне барлық салаларда осындай мамандар болса, өзінің саласын жақсы білетін, өте жақсы білетін. Міне солардың оқыған, тоқыған адам деп айтуға толығымен болады. Яғни бізде білетін оқыған адамдар көп та, бірақ жаңа көңіліне тоқып және тоқығаннан белгілі бір өмірге пайдалы дүниені ойлап тауып, жаңағы шығармашылық дейміз ғой, шығармашылық деңгейге жететін, бір өнім өндіретін, бізге сондай мамандар керек қой. Шынында жаңағы шетелдің көлігін мініп алып, чапқылап әрі-бері жүйткіп жүре берген екінің бірін қолынан келеді. Ал енді сондай көлікті ойлап тауып жатқан азаматтар бар емес пе шетелдікте, немесе басқа да технологияны. Сондықтан біз соған ұмтылуымыз керек деп айтып отырсыз ғой. Яғни оқу мен тоқудың екеуі екі бөлек нәрсе. Бұл туралы енді біздің ғұламаларымыздың барлығы айтып кеткен. Енді осы айтылып отқан мәселенің барлығы жалпы мынау бала тәрбиесінде, әрбір үйде, әрбір мектепте, әрбір мынау пән сабақтарында өзінің көрінісін табу керек шығар деп ойлаймын. Себебі мынау мектеп пен тәрбиенің, мектеп пен отбасындағы тәрбиелік қағидаттар бір бағытта жұмыс істеу керек қой. Сондықтан осындай нәрселерге біз назар аударуымыз керек. Енді осы өмір сүруге, білім ғылымды игеруге, жаңағы айтып отқан технологияны игеруге кедергі жасайтын бір адамға енді қасиеттер, жақсы қасиетте, жаман қасиетте тән ғой әр уақытта. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деп айтып жатамыз ғой. Сондықтан сіздің мына кітабыңызда маған өте қатты әсер еткені, мынау енді сөйтіп айтсақ, кім біледі, бізде енді сынаушыларда болуы мүмкін, бірақ көбіне біздің өзі қазақи болмысымызға, кейбір азаматтарға тән мынау салғырттық деген нәрсе бар. Жауапкершіліктің аздығы. Мынау бойкүйездік деген бар, жалқаулық деген нәрсе. Сол сияқты мынау яғни бір талаптың аздығы. Осы тұрғыдан осы салғырттық деген нәрсеге көбірек ашып айтсаңыз, сол салғырттық жаңағы жауапкершілікке бір антоним дейміз бе қазақшада? Яғни кері мағынадағы бір сөз сияқты, солай ғой, Осы салғырттық қайдан пайда болады, оны қалай бізге азайтуға болады, сол туралы айта аласыз ба? Салғырттық дегеніміз өз жұмысына мән бермеуден туады деп ойлаймын. Мысалы, белгілі бір адам баласы өзінің жұмысы демей қояйық, егер бір белгілі бір, мысалы, міне көше тәртібін алайықшы. Белгілі бір жерден адам баласы өту керек. Шам қызыл жанғанда неден, бірақ белгіленбеген жерден өтіп кетуге де болады. Егер біз белгіленген жерден өтіп кететін болсақ, біз кәдімгідей нені жол ережені заңды бұзғанымыз. Оны біз ең жарлық деп атайды. Ең жарлық деген жарлықты орындамау. Жарлықты орындау, заңға бағынбау. Сондықтан да кейбір адам, балалар әсіресе мысалы, ойлағаннан мән бермей тезірек жетіп алғысы келеді. Оның барлығы үнемдегені бір 500 метр жер ме, бірақ өзін қауіп қатерге ұрындырады. Сондықтан осындай салғырттың түбі өте бір жаман нәрсеге алып келеді. Жауапкершіліктің болмауы. Істеген ісіне мән беру керек. Істеген ісіне жауап беру керек адам баласы. Сондықтан да үйде болсын, түзде болсын, ата-ана
баласының істеген ісін қадағалау керек. Егер соған істеген ісіне жауап беріп отырса, бала үйренеді, жауапкершілікке үйренеді ең біріншісі. Мысалы, белгілі бір балам үйде қылығы түзде деген болады. Мысалы, балалар қылық жасамай қоймайды, сол қылығын ата-анасы сұрап отырса, неге олай істедің? Неге мынаны былай істедің деп. Сосын сол кіртеді, оның жақсы дұрыс па, бұрыс балығы шығады. Егер сондай жауапкершілікке баланы шақырып отырса, балада ешқандай салғырттық болмайды. Өзінің ісіне мұқият қарайтын болады. Міне қараңызшы, қалай салғырттық болды деп ойлаймын. Мысалы, семейде болған бір балалар жабылып бір баланы ұрды ғой. Сондықтан оны және әлеуметтік желіге салды. Сөйтіп барып ол өздерінің істеген ісін мақтан тұтты. Арты не болды? Тіпті оларда ешқандай жауапкершілік жоқ. Ертең бұдан не болады, ертең осы істеген ісімізден не шығады деп ойланып толғанған жоқ. Ойсыздық, санасыздық. Салғырттық, нағыз міне салғырттық не болса да қараған. Сондықтан соны істеді, түбі не болды, жақсы болған жоқ. Міне осыны ата-анасы болсын, әке болсын балаға түсіндіріп қарап отыру керек. Міне, көрдіңдер ме? Не болды түбі? Міне, сен егер осылай істейтін болсаң, сен осылай біреуге өктемдік жасайтын болсаң, түбінде жауап беруге тура келеді саған. Саған ғана емес, ата-анаң да, біз де жауап береміз. Сондықтан осыған ылғи істеген ісіне жауап беріп отырса, балада салғырттық болмайды. Егер біз ата-ана салғырт қарайтын болса, баланың не істеп жүргеніне, кіммен жолдас болып жүргеніне, қайда барып жүрген, түнде жүрме, күнде жүрме, егер осыларына жауапкершілікпен қарамайтын болса, міне салғырттық. Нағыз салғырттық осы деп ойлаймын. Одан баланың жауапкершілігі азаяды да, жаман нәрселерге ұрынуы мүмкін. Сондықтан егер бала тәрбиелегің келсе, ұдайы жауапкершілікке тартып отыру керек. Салғырттанбау керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет, Молдаке. Жаңа бір мысал келтіріп кеттіңіз. Шынында да осы соңғы 10 күннің ішінде Қазақстанның жол апаттары, Қазақстандағы адам шошытарлық апаттар болды. Бұған дейін де тіпті мемлекет басшысының өзі айтқан болатын осы жол апаттары туралы. Мен де өзі көп бір сөйлеген сөздерімді келтіріп жүрдім. Мынау Қазақстандағы жол апаттарының қайсы болатын оқиғалар, адам қайсы болатын оқиғалар Европамен салыстырғанда 11 есе көп екен. Ал енді сол статистиканы жақсартамыз деп біраз шаралар қабылданып жатқан сияқты. Сонда да болса, кеше осы соңғы аптада белгілі болды, Атырауда болды, Маңғыстауда болды, кешіріңіз, Жамбыл облысында, Алматы облысында болды, Жетісуде ме? 3 жол апаты болды. 3 жол апатының кесірінен 25 адам қайтыс болды. Бұл деген енді жаншыда сұмдық қой енді. Осының барлығының бірден бір себебі сол анау жүргізушінің жауапкершілігінің жоқтығынан емес па, мысалы? Салғырттығынан. Салғырттығы, иә. Жаңағы көлігіне дұрыстап қарамайды, жол ережесіне дұрыстап қарамайды. Адамдардың мінгізіп тасымалдап баратқан адамдардың өмір қауіпсіздігіне, денсаулығына дұрыстап қарамайды. Тек жаңағы ақша табу, тезірек жаңағы машинаны жүргізу, ол сондай салғырттық танытып, жауапкершіліксіз танытып, қарсы жолға шығып кеткен ғой. Соның кесірінен өз ішіндегі адам қайтыс болды. Бейкүнә ешқандай кінәсі жоқ, қарсы келе жатқан адамдар қайтыс болды. Міне сіз айтып отырған осы жауапкершілікті күшейту, салғырттықпен күресу біздің қоғам үшін аса өзекті отыр. Байқайсыз ба? Кішкентай баладан бастап, Жапонияның балдарының өзі көрдіңіз бе? Көшеден өткенде қандай жауапкершілік танытады. Ол әбден соған дағдыланған, өзінің іс-әрекетіне олардың жауапкершілігі өте жоғары. Міне осы бізде жетіспей жатыр. Енді осы тұрғыдан алғанда қосарыңыз бар ма тағы екен? Орта ғасырлардың өзінде Жүсіп Баласағұн деген ғұлама Құттыбылық деген кітабында жазды ғой. Егер ол бала бейбастақ болып өссе, оның кінәсі емес. Ол кінәсі әкесінің кінәсі, әкенің кінәсі. Сондықтан да егер балалар жауапкершілік танытпай жатса,
жаман қылықтар жасап жатса, біріншіден отбасындағы әке, шеше оған жауапты болу керек. Міне, баланың кінәсі емес, ең бірінші әкесі қалай жауапкершілігі тартып. Әрине, қаншама адамды алып келе жатып, оған жауапкершілікпен қарамау деген нағыз қылмыс барып тұрған. Сондықтан да осындай жаман нәрселерге ұрындырылады. Сондықтан мен бізді тыңдап отырған ер азаматтарға, ата-аналарға, балаға өте жауапкершілікпен қарауды шақырамын. Бала өздеріңіздің міндеттеріңізге жауапкершілікпен қараңыз. Бала тәрбиесіне, баланы дамыту ісіне жауапкершілікпен қараңыз. Сол кезде балаңыз нағыз азамат болып өседі. Бірден бір талабы осы. Өйткені жауапкершілік деген үлкен мәселе. Сондықтан да оған азаматтардың ақыл ойы, парасаты жетеді ғой деп ойлаймын. Рахмет, біз өте көкейкесті мәселені қозғап отырмыз. Сондықтан бұл мәселе туралы қайта-қайта айтып жатырмыз. Енді шынында да мынау адамның тәрбиесі бар, ата-анадан берілетін өзінің тегі дейміз, отбасындағы тәрбие, мектептегі тәрбие, бұл белгілі бір жаңағы тәрбиелік тағылымдық қағидалар арқылы беріледі. Екінші жағынан әрине заң арқылы, солай ғой. Мына мемлекет заң орнатады, белгілі бір тәртіп жүйесін орнатады, соған бағына білу дегенде үлкен мәдениеттің белгісі. Өкінішке орай осы заң бұзушылық бізде өте көп. Мынау жаңағы жемқорлықтан бастап, солай ғой енді. Үлкен ел сенген азаматтарымыз жемқорлыққа ұрынып, ол да өзінің сеніп тапсырылған қызметіне, ел сеніп отқан қызметіне жауапкершіліксіз қарап, өзінің жеке мүддесін ойлап кету деген, ол жемқорлыққа апарып отыр. Ал енді жаңағы айтып отырған кішкентай ғана жолда жүру ережесін сақтаудың өзі, бұл үлкен жауапкершілікті қажет етіп отыр. Сондықтан әрқайсымыз өз қызметімізде жауапкершілік таныту деген бұл өте маңызды нәрсе екендігі туралы біз қайта-қайта айтып отырғанымыз рас. Енді Алдыке, мынау жақсы адам болудың, білім, ғылым қуудың, ақылды адам болудың, жаңағы өзіңіз айтқан ақыл деген нәрсе бар. Оның ішінде нұрлы ақыл, солай ғой енді. Ақылды адамдар көп болуы мүмкін, бірақ нұрлы ақыл дегеніміз не? Нұрлы ақылдың жай ақылдан айырмашылығы қандай деген сұрақ қоюға болады ма? Әрине, өте жақсы қойылған сұрағыңыз. Рахмет. Қазақ халқы жалпы ақылды халық ежелден. Өйткені біз ата-бабамыздан қалған мұралардың барлығын көбіміз бойымызға сіңіріп өстік. Үлкендердің сөзін тыңдап өстік. Сондықтан да бұл бірінші кезекте ақылдылықты білдіреді. Бірақ жай ақылды болып қою аз. Өйткені бізге Абай атамыз айтқандай нұрлы ақыл керек. Ол үшін нұрлы ақылды әрине бір күнде қалыптастырмайды. Ол манағы айтқан тағы жауапкершілікке алып барып тұрады. Мысалы қараңызшы, Абай атамызды әкесі Құнанбай 13 жасынан бастап ел ісіне араластырды. Содан кейін ол өзіне жауапкершілік алды. Осыдан бастап ол әр айтқан сөзін талдап, саралап, сөйлей бастады. Сондықтан уже бала болды қалды. Бала емес, енді ер азаматтық болды. Сондықтан осындай өзінің бойына жауапкершілік алса, адамдың ақылды болатыны сөз жоқ. Не болмаса, Шоқан 3 жасында сауатын ашыпты. Сауатын ашып, кәдімгідей жазу үйренген. 4 жасынан бастап кәдімгідей қазақтың эпостық жырларын хатқа түсіруге талпына бастаған. Міне қараңыз, қаншама жауапкершілік алып отыр мойнына. Сондықтан кішкентай кезінен үлкен жауапкершілік алып, бала міндетті түрде ақылды болып шығады дейміз. Мысалы, мен өз кітабымда бір мысал келтірдім. Қазақ аңыздарында айтылып жүрген алдар көсе, бір күні қу жауырын тауып алып бір байдың үйіне келеді ғой. Сосын байға айтады, байеке, мынау менің бір шамалы етім бар еді, оны сіздерге ет пісіп жатыр екен, соған қосып
пісіріп алып жеп қойсам бола ма дейді. Әрине дейді бай. Бай түн ет пісіп жатыр, ешқандай ондай жаман ойы жоқ, бай ұлықсат береді. Сол қу жауырынды еті жоқ, қу жауырынды байға көрсетпей қазанға салып жібереді. Бірақ енді ет пісіп алдына түскен кезде қу жауырын еті жоқ, қу жауырын шыға келеді. Сосын алдыға көсе жатып алып, бай, мынау еттеріңізді етім жеп қойды деп бай балам салады. Бірақ бұл ақылдың ісі еді. Ана етті байқатпай қу сүйекті салып жіберіп, ет жеп қоймайтын қазақ біледі ғой. Сондықтан да бұл жерде байда түсінді ақылменен, мына алданып қалған. Өйткені ол бай даланың ұлы заңын бұзды, қонақ күту заңын бұзды. Сондықтан ол жауап тартылады. Ертең ат шапан айыбын табылады. Бай адам бұл үлкен кемшілік қой. Кедей адамды дұрыс тамақта бермей, өз тамағын өзіне асқызып, оның үстіне еще жеп қойса оны, соның барлығы үлкен әңгіме болатын сөз. Сіздің орныңызға бұл мына қу жауырынның орнына бір қой берсем бола ма дейді. Әрине алдыға көсе келсе кетеді. Бұны мен нұрлы ақыл деп санадым. Байдан бір қой алуды мақсат етіп келіп еді, алды. Одан артыққа барған жоқ. Одан ат шапан айыбын алуға да болатын еді алдыға көсе, бірақ оған барған жоқ, тек қана бір қойымен қанағаттанды. Сондықтан әр нәрседе өзінің ісінде қанағат болып отырса, бұл ақыл деп есептеймін. Егер бір көп пайда кездессе, соның ішінде пайданы өзіңізге қанағат дүниесін, заңды дүниесін ғана алсаңыз, бұл нұрлы ақыл болады. Егер бәрін қамтып алып қалсаңыз, ақылға жатпайды, нұрлы ақылға жатпайды. Міне қазір жемқорлықты осыған апарып соғады. Өйткені оның қолында тұрған кезде дүниенің молынан қарғып қалды. Сондықтан ақылға жатпайды, әрине. Адам болып тіршілік етуде ақылдың мәні зор көп. Сондықтан да ақылды болу бірінші кезекте қажет деп есептеймін. Оның ішінде сізде ақылыңызда адамға, елге пайдалы іс жататын болса, ақылмен істейтін болса, нұрлы ақыл болады. Егер кез келген нәрсеге неменен кез келген істе біреуге келісімге келіп атсаңыз, даудамайларда, бұл ақылдың ісі. Мен оны нұрлы ақыл деп істеймін. Манағыда айтқанымдай, қанағаттан белгілі бір пайдаға қанағаттанып отырсаңыз, ол ақыл, нұрлы ақыл болады. Егер артыққа бармай, ақылменен дүниені тындырып отырсаңыз, бұл нұрлы ақыл деп есептеймін. Керемет, Абай атамыздың сөзі бар екен ғой, ар ұяттың бір ақыл күзетшісі деген сөз бар, солай ғой. Яғни ақыл ар мен ұяттың күзетшісі. Ақылды адам, жаңағы өзіңіз айтқан нұрлы ақылы бар адам, ол еш уақытта ар ұятты бұзбайды, ар ожданын сақтайды, жаңағыдай қиянатқа, жаман қылыққа бармайды деген сөз ғой. Ақылды адам білім алған, шетелде оқыған, небір университетті бітірген, бірнеше университет бітірген адамдардың бәрін ақылды дей беретін болсақ, ол жаңылысамыз деп ойлаймын. Солай ғой енді. Сондықтан ең бастысы осы Абай данышпанның айтқан ар ожданын күзете білген, соған қарағылық таныта білген, соны сақтай біліп, пайдалы іс-әрекет жасай білген, пайым мен парасат көрсете білген адам нұрлы ақылдың егесі ғой, солай ғой енді. Оны енді көп айта беру болады. Енді алдыке тағы бір өте қазіргі күнгі өзекті болып отқан мәселе, ол мынау құмарлық мәселесі. Жалпы Абай атамыз тағы да сөзі бар ғой. Егерде бала білім ғылымды махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты шын адам болады деп айтады, адам болады деп. Не деген сөз? Ал енді махаббатпен көксеу деген жаңа құмарлық қой енді. Білім ғылымге құмарлық. Бұл тамаша нәрсе. Ал енді құмарлықтың екінші жағы бар, солай ғой. Басқа нәрселерге әуестену, әсер елу. Оның ішінде қандай айту болады? Мақтан құмарлық, мақтаншақтық деп айтамыз. Өзіңізді мақтап, елдің алдында мақтанып, болмағанды болды деп айту, өзін-өзі көкірек қағу деген сияқты дүние құмарлық.
ойын құмарлық. Қазір лудомания деп жүрміз, иә. Сосын қандай дүние құмарлық, ақша құмарлық, тіптен арақ құмарлық, ойпу, наша құмарлық, нашақорлық. Осындай сұмдық нәрселер бар. Оны енді біз қазір 5 кесел деп атап кеттік. Кезінде Абай атамыздың айтқан 5 нәрседен қашық бол деген, ол бір бөлек. Орада да дүние құмаздық, жаңағы дүние шашпақ, мал шашпақ деген нәрселер бар ғой, енді өсек өтірік деген. Ал енді қазіргі дүние құмарлық, дүние қуған заманда, соның ішінде ойын құмарлық, жаңағы осындай кеселдер туралы сіздің ойыңыз қандай? Яғни бұл да бір ер азаматқа осылардың барлығынан сақтану керек емес па? Әрине, құмарлықтың ішіндегі ең жақсысы білім құмарлық қой. Кітап құмарлық, міне осы адамды алға қарай жетелеп. Өзіміз мысалы ауылда өссек дағы, сол ауылдағы шағын кітапхананың барлық кітаптарын оқып шықтық. Сондықтан да кәдімгідей біз сол кітаптарды оқығаннан кейін білімге құмарлық пайда болды. Сондықтан біз осындай жоғары оқу орнында қиналмай, ауылдан шықсақ та қиналмай түстік, оқыдық, кәдімгідей жақсы маман болдық деген сияқты. Ал енді соның ішінде бір Абай атамыздың көп көңіл бөлгені мақтан құмарлық. Мен манағы айтып кеттім, Семейдегі балалардың ісі, кішкентай жас балалардың ісі. Бір балаға зәбір көрсетуі бәрі, міне көрдіңіздер, біз қандай күштіміз, біз қандай мақтымыз деп мақтан құмарлығы. Сол мақтан құмарлық апарып өздерін жарға жықты. Сол мақтан құмарлық апарып соны бәрін жұртқа көрсетуге, бейне таспаға түсіруге әкелді. Артынан үлкені оларға жауапкершілікке алып барды. Сондықтан осы мақтан құмарлық жақсылыққа әкелмейді деп ойлаймын. Әрине белгілі бір жерде өзіңнің ісіңді көрсеткен жақсы ғой, бірақ там мақтан құмарлыққа салынып кету, өзінің күшін артық бағалау. Әрине қабілетті, дарынды адамдар бізде өте көп. Солардың барлығы өзінің дарын басқалардан артық етіп көрсете берсе, бұл мақтан құмарлыққа апарып соғады. Сосын тағы бір жақсы жаман дүние қазіргі кезде дүние құмарлық, дүние жинау, ақшаның соңына түсу. Сондықтан осыларды жатса да тұрса да ойлайтын ақша, пайда табу. Сол пайда табу үшін, әрине адам баласы пайда табу үшін жамандыққа да барады, алдауға, арбауға баруы мүмкін. Сондықтан апарып солардың барлығы жаман жолға түсіріп кетеді. Манағы анау ойын құмарлықты содан шығады. Ойын құмарлықтың негізінде пайда тауып жатады ғой. Аяқ астынан тез пайда тауып кету, тез байып кетуге түсады. Өйткені сол өзі ойын, құмар ойынды ұйымдастырушылардың өзі осы ойында бағзы заманнан бері істеп қойған адамды неге тұзаққа түсіретін бір ойынның түрі. Әрине алғашқы бетте олар аз-мұз отқызады, 20 мың, 30 мың, 100 мыңға дейін отқызады. Содан кейін адамды дәндеп алған адам одан ақшасын салып көп жіберген кезде молынан оны ұта алмай ұтылып қалады. Солай опық жегендер көп. Әрине опық жеп қалып, сосын артынан дүниенің барлығын қайтара алмай, дәл осы жолмен тағы да қайтарам деп ойлап жатады. Бірақ бұның бір жаман жері бар тағы да. Ұтылып қалған адам ойбай, менің айлам жетпей қалды, алдай алмай қалдым деп ойласа, ол үлкен бір тұзаққа түсіп қалғаны, одан кейін де шыға алмай үлкен көмек керек. Міне ондай нелердің көп нәрсені өмірде көріп жүрміз. Сондықтан ойын құмарлыққа өздерің жарға жаққан мысалдарының талайына куәмін, өз басым. Менде нақты бір мысалды айтып өткім келеді. Енді өзіміздің тұрған ауылда өте бір жақсы отбасы болды. Кезінде атасы өте үлкен қызмет жасаған, ел жұртқа әйгілі болған, әкесі де сондай қызметкер болған. Бірақ сол мынау байлыққа, жаңағы дүние құмарлыққа қызыға отырып, ол баласы ойын құмарлыққа түсті. Жаңағы казиноға кіріп кетті да. Енді кезінде ақшасы бар адамдарға барады ғой. Соның түпсіз тұңғиық сол казиноның түбінде кетіп, бір күні ол баланың әкесі онша білмейді, жаңағы жауапкершілік
танытпаған ғой енді. Бала да, әкесі де бұл бала не істеп жүр, қайда жүр, қандай қызмет тіршілікпен айналысып жүр деген жауапкершілік болмаған. Ең соңында бір кісілер келеді, әкесіне, мына балаңыз Әлембай миллион өте көп сума қарыз. Сол кезде оны төлейтін жағдай жоқ. Бала ақыр соңында енді өте үлкен қауіп қатер, сотталуға заң органдары араласады. Соның нәтижесінде әкесі не істейді? Ауру болып қайтыс болды. Мысалы, ондай жағдай өте көп. Мына отбасының бәрін қирап ататын жағдай. Бұл енді айта берсе жаншырлық нәрсе, сондықтан осы құмарлықтың жаңа айтқан екі жағы, біздің жастарымыз сол ойын құмарлықтан, дүние құмарлықтан гөрі білім құмарлық, ғылым құмарлық, кітап құмарлыққа бет бұрса деп айтып отырмыз ғой, солай ғой енді. Бұл да отбасындағы тәрбиеге келіп тіреледі. Енді Алдыке соңғы бір тоқталып өтетін нәрсе, жаңағы өзіңіз айтқан ыстық қайрат деген Абай атамыздың. Жалпы ыстық қайрат дегенде неге оны ыстық деп отырмыз? Қайрат мәселесін көбірек тоқталу керек сияқты, себебі мынау қайраткер адамдардың өзі ғана мемлекетке, елге, отанына, еліне, жеріне қызмет етеді ғой. Қайраткер болу деген сөз тамаша қазақтың сөзі. Ал енді осы қайрат қайдан шығады, қайдан пайда болады? Ол қайратты болу үшін адам қалай болу керек, қалай тәрбиелену керек? Отбасында біз сол қайрат, ыстық қайратты қалай қалыптастырамыз деген сұрақ төңірегінде өз ойыңызды айтсаңыз. Бұл жерде бір нәрсені атап кету керек. Егер ер адам өзінің баласын дұрыс тәрбиелесе келсе, мынау бала есін біліп, сөз тани бастағаннан бастап, оны тәрбиелеу керек, баулу керек, үйрету керек. Мына мектеп жасындағы балалар, 13-ке дейінгі балаларды тәрбиеге көнеді, айтқанына көнеді. Өйткені Абай атамыздың өзі былай деп айтқан: басында әк айтпаса ақыл жарлық дейді. Ағайын табылмаса ой саларлық дейді. Оның ішінде айтып отырғаным, әкенің сөзі жарлық. Әкенің сөзі бала үшін барлығы, бұйрық. Адам баласының ең жақыны адам ата-анасы. Сондықтан ең бірінші бала кішкентай кезінде ата-анаға үлкен сеніммен қарайды. Оның айтқандарын бәрін қабылдайды. Ата-ананың көргенін істейді. Ата-ана қандай баламен қарым-қатынас жасаса, бала сондай болып өседі. Сондықтан осы ата-аналар ең бірінші ата-ананың жауапкершілігі болу керек. Ата-ана жауапкершілікпен баласына қарайтын болса, барлығын біледі деп есептейді. Оның ішінде әрине адамның қайратын ерте жастан. Міне қайратты былай алып қарайық. Адам баласына қайрат дегеніміздің өзі күш, қуат, талаптан тұрады. Абай атамыз солай айтқан. Күш қайдан келеді? Күш адам спортпен шұғылданса, көп қимылдаса, әрине балаға ол тән нәрсе. Сондықтан балада бойында күш болады деп сенем. Екінші, қуат керек. Қуат болу үшін адам тамақтану керек. Бұл кезінде Абай заманында үлкен өзекті мәселе болмағанмен, қазір өте өзекті мәселе. Баланың тамақталуына өте көңіл бөлу керек. Бала тек қана тәтті тағамдарды жегізе бермеу керек. Тәтті газдалған сусындарды ішкізе бермеу керек. Оның қалағанын бере бермеу керек. Ол барлық витаминдерді қабылдау керек. Энергетикалық сусындар деген шықты ғой, көрдіңіз. Алдамшы, сол қуатын арттырамыз дейді, энергетикалық сусындарды ішеді. Өзінің толық қанды адам болу үшін барлық тамақтардың түсіну керек. Әрине оны көп тұтынбай, белгілі мөлшерде тамақтану мәдениетін сақтаса, баладан жақсы денсаулығы бар адам шығады. Міне ол бірінші тегінде спортпен шұғылданса, егер тамақтану мәселесіне жақсы дұрыс көңіл бөлсе, баланың денсаулығы болады. Содан кейінгісі талаптану. Оқу керек. Оқу үшін бірінші талаптанып, соны бір қажетіме жаратам деп істеу керек деді. Екінші Абай атамыздың айтқаны бәсекеге қабілетті болу керек. Бәсекеге қабілетті болу үшін ол мынау неге басқа бір жаман жолына, бәсекенің де басқа жаман жолы бар, ол бақастық. Бақас болмау керек.
осы басы осылан баланы аулақ ұстата алса, ата-анасы дұрыс тәрбиелесе, жақсы жолға түседі деп ойлаймын. Сосын Абай атамыздың айтқан манағы адам баласын білім, ғылым жолынан, ақылдан тайдыратын төрт мәселе бар ғой. Содан қашық болса, аулақ болса, содан кейін Абай атамыздың осы талапқа қойылатын тағы бір несі сөз өнеріне жетік болу. Сөздеріне жетіп, өйткені адам баласы өзінің айтайын деген ойын жеткізіп түсіндіре алып отырса, не болмаса қылам деген қылатын, істейм деген істейтін, тіл өнері керек. Тіл өнері де бір қазаққа маңдайына жазған бір жақсы қасиет. Осыны қабылдап әр маңдай дамыта алса, сосын талаптың тағы бір талабы өзінің істеген ісін түсіндіріп отыру керек бала. Өзінің істеген ісін тарқатып айта білу керек. Өзінің ойын қорғау керек. Пікірін. Мысалы, белгілі бір бала егер қылық жаса, оның не істегенін өзі түсіндіріп бере алса, өзінің бір жақсы бір қасиеті деп есептеймін. Өзінің істегенін өзі түсіндіріп, оған жауап бере білу керек. Міне сондықтан осындай жақсы қасиеті, адам қайратының ең бір несі мінез болу керек адамда. Абай атамыз айтқан, егер сол білімді, адамның алған білімін сақтайтын сауыты адамның мінезі деген. Ол мінез дегенде былай істейм деген істеу керек. Адам өз сөзінде тұратын болса, айтқан бір сөзде болса, осы сөзінде тұратын болса, өзінің уәдесінде тұратын болса, ол міне осы жақсы бір мінезділік деп атайды. Осы мінез, егер адам өзінің алдына бір мақсат қойып, сол мақсатқа жетем деп ұмтылып отыратын болса, бұл жақсы мінез деп атаймын. Сондықтан адам баласында жақсы мінез көп болса, неғұрлым адам жақсы болады. Осындайлардан барып адамның қайраты, ыстық қайраты қалыптасады. Ыстық қайрат дегеніміз өмірде кездесетін бүкіл қиыншылықтарды бәрін жеңе білетін, төтеп беретін, манағы жаман нәпсінің бойына еріп кетпейтін мінез, қылық, ой, сана қалыптастыра алса, міне осыны біз ыстық қайрат дейміз. Абай осындай адамдарды армандады. Осындай адамдар әрине қоғамымызда бар, жеткілікті. Сондықтан сондай адамдардың, ыстық қайратты адамдардың соңынан еру керек. Солардың өмірлерін үлгі етіп айта отырса, жақсы болар еді деп ойлаймын. Керемет, Алдеке, жақсы, өте жақсы тағылым сөз айтып жатсыз. Мынау бір нәрсені ойлап отырмын да, қазір енді мынау мектептегі тәрбиеде ылғи соны айтамыз. Мынау ұстаздардың арасында ер азаматтар аз, солай ғой. Енді пропорциясы мен білмеймін, қаншалықты, әсіресе қалалық жерлерде ер азаматтар ұстаздыққа бара бермейді. Енді соңғы кезде бір өзгеріп жатқан сияқты. Әйелдер тәрбиелеген балаларда қайрат пайда бола ма? Осы жерде қандай шешім бар? Яғни енді отбасында жарай тәрбие алды дейік, ал мектептегі 10 жыл бойы көбіне әйел азаматтар оқытады. Осы тұрғыдан ойыңыз қандай? Оның сөз жоқ бір кері әсері бар ғой. Не істеуге болады? Әрине, егер ер азаматтардың ұстаздық жолында болғаны жақсы ғой. Бірақ мынаны білуіміз керек. Адам өзін тәрбиелейді. Өзі адам баласы бала болғанменен, бала өзінің әлемінде, өзінің өлінде өзі қайнайды. Өзі іштей армандайды, іштей адам ұмтылады. Сондықтан да бұл жерде ол әйел адам болсын, ер адам болсын, бағыт-бағдар білім берсе, оның ешқандай зияны жоқ. Одан ер азаматтардың мінезі кем болып қалады деп есептемеймін. Әрине, бір жылдары әйел адамдар білімге емес, ер адамдар бір білім алған кезде қазақ қоғамында ер адамдар
ұстаздар көп болды. Сондықтан кейін әйел адамдар білім алып ұстаздық құрып жатса, оның ешқандай бала тәрбиесіне кемшілігі жоқ. Өйткені бала өзін өзі тәрбиелейді. Баланы тәрбиелеу деген емес, керісінше қазіргі педагогиканың заңдарында, мемлекеттік құжаттарының барлығында баланы қалайда тәрбиелеп бер деген сөз жоқ, балаға жағдай жасап отыр. Бұл мектеп балаға жағдай жасаушы. Барлық жағдай оқуға, үйренуге, спортпен шұғылдануына және де басқа да қасиеттерін ғана. Мысалы, сөз өнерін дамытуға мектептерде керемет дебаттар ұйымдастырылады. Бұл жақсы ғой. Осы дебаттарға қатысып, соның мүшесі болатын болса, сөз өнеріне бір табан жақындай береді. Өзді жақсы азамат болып шығатынына өз сөз жоқ. Сондықтан бұл жерде әйел адам болсын, ер адам болсын, мектеп ішінде тәрбие болсын, тәлім өнеге жұмысын ұйымдастырған кезде ер балалардың тәрбиесіне ешқандай үлкен нұсқан келеді деп ойламаймын. Жақсы, рахмет. Енді сөзіміздің бір түйініне келетін шығармыз деп ойлаймын. Жалпы біз ер азаматтардың тәрбиесі туралы айтып жатырмыз. Жаңа сіз да айттыңыз. Әрине кішкентай кезінде ата-ананың үлгі өнегесі, тәлім тәрбиесі, құндылықтарға негізделген, әсіресе біздің өзіміздің сол өте маңызды. Бірақ енді бозбала ер жете келе, жаңағы сіз айтқан, мынау айтамыз, талаптың мініп тұлпарын деп айтамыз, иә. Яғни талап болса, ол тұлпарға мінгендей, өзінен өзі сол өнер білімді жаңағы қызығушылықпен, білімге құмарлықпен, ол таңертең кешке дейін мұғалімі немесе оның әке-шешесі қасында жүріп оны тәрбиелемейді ғой. Яғни талап арқылы, жаңағы жақсы құмарлық арқылы ол ары қарай өзі даму керек. Біздің жастарымызға қазір сол керек. Енді тағы да бір сөз бар екен, мынау керегі бозбалаға талаптылық, әртүрлі өнер білім, жақсы қылық деген сөз бар екен сіздің кітабыңызда. Қандай керемет. Шынында да мынау талаптылық деген сөз мен жауапкершілік деген сөзді біз бүгін түйінді сөз есебінде айтып, сол төңіректе айттық. Абай атамыздың іліммен байланыстырдық. Шын мәнінде осы екі нәрсе біздің ер азаматтарға өте қажет. Оны біздің кез келген үйдегі отбасындағы тәрбиеде басшылыққа алуымыз керек. Мектепте алдыкенмен мынау білім мазмұнын құру, яғни оқу бағдарламаларын, оқулықтарды әзірлеу мәселесімен айналысып жүрген азаматтардың бірімін. Біздің көксегеніміз жалпы осы өзіміздің ұлттық тәрбиелік қағидаттар, міне көріп отырсыз, Абай атамыздың өзінде президенттің өзі айтты ғой, толық адамды бүкіл ол болмысымызға кіргізу керек барлық салаға. Оның ішінде әрине білім мен тәрбие беру дегеннің тұғырына айналуға тиісті. Сондықтан осы оқу бағдарламаларын, оқулықтарды жасаған кезде өзіміздің ұлттық құндылықтар, тәрбиелік қағидаттар, жаңа сіз айтып отқан нәрселердің барлығы сол білім мазмұнында болатын болса, ол балаларымыздың дүние танымын қалыптастыруға, сіз айтқан мінезін қалыптастыруға, тек білімін емес, мінезін қалыптастыруға үлкен әсер етеді деп ойлаймын. Ал енді мінез қалыптасып жатса, жаңағы айтқан жауапкершілік, талап қалыптасып жатса, біз жақсы адамды, Абай атамыз айтқан толық адамды бір керемет деңгейінде болмаса да, соның белгілі бір нұсқасын ала аламыз деп ойлаймын. Абай атамыз айтқан толық адамына деңгейіне жету, ол енді үлкен мынау ғаламдық деңгейдегі философия ғой енді. Сондықтан Алдыке, тағы да алып қосарыңыз бар ма сөз соңында? Көрермендерге айтарыңыз болса. Көрермендерге айтатыным, мынау адам баласы өзін өзі тәрбиелейді, өзін өзі өсіреді. Оны Абай атамыз да қадап-қадап айтқан. Сондықтан да менің мынау жасап шыққан кітабым, өзі жазған кітабым болмысты баптау деп аталады. Сондықтан осы балаларға жетсе деп ойлаймын. Егер осы кітаппен оқып таныссаңыздар, кәдімгідей Абай атамыздың толық адамның деген ұғымын ұғып қаласыздар деп ойлаймын. Соған бір табан жақындап қаламыз. Сондықтан да
адам баласы өзін баптауын білу керек. Балаға осыны үйретсе, бала ерте жастан білетін болса, өзін қалай баптауды, қалай өзінің қайратын қалыптастыруды, қалай нұрлы ақылды қалыптастыруды, қалай ойын қалыптастыруды. Сондықтан да ол үлкен мәселе. Сондықтан үлкен ғұламаларда айтқан адам баласын өсіретін адам өзі, сосын ойы. Ой болу үшін бізге білім керек. Білім болса, жақсы ойдар біздің ойымызда көп болады. Сондықтан жақсы адамға біз жақындай береміз. Білімді адамдардан жақсы адамдар көп шығады. Сондықтан осыны жақсы білу керек. Балаға ең бірінші білім беру керек. Жақсы әдеттерге талпыну керек. Өзінің болмысын баптасын. Сондықтан мен осы кітапты оқып шығуға сіздерге ұсынамын. Иә, бізде өз хабарымыздың тарапынан жалпы осы болмысты баптау, Абай еліне саяхат деген кітап Алданыш Нұрпейісовтің. Осы кітапқа сіздер назар аударуларыңызды сұраймын. Бұл кісінің номері 877-034-6275, хабарласуларыңызға болады. Біздің хабарымыздың мақсаты ер болу жауапкершілік деп айтылатын, осы бала тәрбиесіндегі жауапкершілік, жақсы адамды қалыптастыру, адамның болмысын баптау кезінде біз қандай ұстанымдар, қандай қағидаттарды басшылық алу туралы айтылған болатын. Бүгінгі хабарымыздың қонағы ұстаз, осы педагогика саласында білікті маман, жазушы, осындай тамаша кітаптың авторы Алданыш Нұрпейісов болды. Алдыке, сізге хабарымыздың атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Сонымен Серпін әлеуметтік даму ұлттық қоры жүргізіп отқан азаматтық бастамаларды қолдау гранты аясындағы татулық кезет, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және профилактикасын медиа ілгерілету жобасы аясындағы ер болу жауапкершілік хабарын аяқтаймыз. Назарларыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Аман сау болыңыздар.